Сәлем достар, мінекей бүгін тағы да кезекті видео. Қалай YouTube'дан сотка арқылы қалай канал ашу, және сол каналға қалай видеоны жүктеу, сотка арқылы жүктеу немесе компьютер плюс-минустарын айтып шығатын болам. Ендеше кеттік. Біріншімен YouTube'қа кіреміз соткіден. Бұл жерде мінекей сізде жоғарыда осындай дөңгелек тұрады. Соны бассаңыз, менде аккаунттар бар, ал сіздерде вообще жоқ болса YT деп тұрады негізінде. YT басасыз, немесе осындай бұрын аккаунт ашып, кейін паролін ұмытып қалған болсаңыз, мына осыны басасыздар. Сол кезде міне мынандай шығады. Сосын төменде добавить аккаунт деген болады, соны басамыз. Дальше. Бірден Google-ға лақтырады. Google мен YouTube жалпы бір компания. Google компаниясының бөлшегі YouTube. Мына жерде мынандай шығады, сіз создать аккаунт деген басасыз. Мына жерге ат жөндеріңізді толтырасыз. Примерно Давлет деп жаза салайын мен. Екінші фамилия толтырасыздар. Одан кейін далее басасыздар. Толтырып шығыңыздар. Ай, примерно қоя салайын мен. 80 дей салайын. Одан кейін пол мужской. Далее басасыз, осылай толтырасыз. Жерден сізге мынандай нелер шығарады. Осындай ашасыз ба деп. Давлет Сембай G6 бірдеңе деген. Осылар таңдасаңыз болады, немесе мынаны өзің қоям десең, осыны таңдайсыз, создать другой адрес. Одан кейін жазасыз. Не деп жазуға болады? Өзіңіз білесіз, мысалы, мен Давлет деп аштым ба? Бұл жерде ағылшынша жазамыз. Давлет Сембай деп жаза салсақ, Давлет Сембай. Бұл бар екен уже. Давлет Сембай, мен ББ дей салайын. Өздеріңіз кез келген істей беріңіздер. Не осы бос екен. Бұл жерге пароль жазасыз, мына жерге пароль жазасыз. Ұмыт қалмайтын пароль жазыңыздар. Немесе бір жерге жазып қойыңыздар. Ал астына екінші рет қайталайсыз. Екеуін жазып болғаннан кейін сізге телефон номер сұрайды. Телефон номерлеріңізді қосып қойғандарыңыз дұрыс болады. Өз номерімді қоя салайын. Готово. Төменде добавить номер деген басасыз. Сізге код келеді телефоныңызға. Телефонға код келді. 395 482. 395 482. Далее басасыз. Астында принимаю. Далее. Загрузка. Мінекей аккаунтымыз ашылды. Егер осы аккаунтқа қайттан кіретін болсақ, мой канал дегенді бассақ, создать канал деген тұр. Соны басасыздар. YouTube'дан сіз канал аштыңыз. Мінекей. Мой канал дегенді бассаңыз, сізде ештеңе жоқ дейді, ешқандай видео жоқ дейді. Сіз видео салу үшін тек қана мына камераның суретін басасыздар үстінен. Телефонда болсаңыз, мінекей төменде қандай видеоларыңыз бар. Любойын баса саласыз да, таңдайсыз да. Мен мысалға мынаны баса салайын.
жоғарысында далені басасыз. Сосын мына жерге атын жазасыз, тақырып. Бұл жерде де тақырып кішкене вызывающий дейді ғой, офер. Сондай болу керек. Қаласы паркте қыдырып жүрміз деп жаза салайын. Мына жерге описание жазасыз, толықтырып астына мына жерге. Доступ открытый қоясыздар. Егер жаңағыдай сілтеме арқылы көретін болсаңыздар, мына жерде 3 түрлі сілтеме бар. Открытый доступ барлық адам көреді. Доступ по ссылка деген тек қана сіз кімге ссылка жібересіз, сілтеме, сол ғана көреді. Ал үшіншісінің астында ограничение доступ. Ол тек қана өзіңізден басқа ешкім көре алмайды. Бұл жерде тағы да бір не айта кетейін, ақыл кеңес. Сіз соткаңызға жаңағындай видеоларды сақтап жүргеннен көрі памяттеріңіз толып қала береді. Осындай ограничение доступ қойып, бүкіл видеоларыңызды ютубқа сақтап қоя беруге болады. Соткадан удалить етіп тастайсыз. Бүкіл видеоларыңыз барлығы осы ютубта сақталып тұратын болады. Тек қана паролін ұмытып қалмасаңыз болды. Жалпы открытый доступты қоясыздар. Сосын болды, мына загрузитті басасыздар. Бұл жерде міне загрузка кетеді. Сосын қазір сіздерге негізі соткамен кішкене мүмкіндіктер шектеулі. Қазір сізге мен компьютерден қалай жүктеу керек екенін көрсетемін. Бұл жерде кішкене мүмкіншіліктер бар. Ендеше компьютермен жүктеуді керек. Неке компьютерден жүктеу үшін кез келген браузерге кіреміз. Chrome болсын, басқа болсын. Содан кейін YouTube'қа кіресіздер. YouTube'қа кірген кезде міне мына жақта таңдап аласыздар. Ертең әртүрлі аккаунт ашсаңыз, сіз қай аккаунтқа салайын деп жатсыз. Сменить аккаунтты басып, мысалға түрлі мына жақта нелер тұрады. Әртүрлі нәрсені әртүрлі аккаунтқа салуларыңыз мүмкін. Мен қазір интернет трафикке салам. Мысалға соны таңдаймын да. Просто міне. Осы жерде, сосын осы жерде де мына нені басамыз, видеоны. Камераның суретін добавить, видеоны басамыз. Осындай бет ашылады, осы қызыл кнопканы басамыз. Мына жерде бағанағындай тоже открытый доступ. Доступ по ссылке, ограниченный доступ, сондай. Басамызда видеоны таңдап аламыз. Компьютердегі тұрған видеоларды. Мынаны ала салайық. Открыть. Бұл жерде жүктеліп жатыр. Оған дейін осы жерде тақырып жазамыз. YouTube'тан телефон арқылы канал ашу. Және оны қалай салу деп жазайын. Осы видео. Устроено. Если вы не... Және YouTube'қа салу десек қызығырақ болады. Тоже описание жазасыздар. Описаниясында толығырақ ақпараттар болса, немесе Инстаграмға өтіңіз деп осы жерге Инстаграм сілтемелерін қоюға болады, Телеграм сілтемелерді қоюға болады. Тек жазасыздар. Текке адам іздеген кезде ключевой слово дейді, кілттік сөздер. Іздеген кезде қандай нәрселерді іздейді адам. Сон тектерді жазасыздар. Қалай YouTube канал ашу мысалы. Enterді басасыздар. Болды. Егер осылай біреу жазатын болса YouTube'қа, сіздікін алға шығарып береді. Телефон арқылы YouTube канал ашу. Бұл жерге қатеде жаза беруге болады, мысалы орысша әріптермен. Қалай деп, мүмкін біреулер солай іздеу мүмкін да. YouTube'дан канал
ашу немесе ютубтан канал ашу. Жаза беруге болады бұл жерге түрлі орысша да жазып қоюға болады. Қазақтар мүмкін орысша да іздей береді. Как открыть YouTube канал. Как открыть YouTube через мобила. Через смартфон дейік. Осылай іздеу мүмкін, көрдіңіз ба? Бұл жерге Telegram ссылка қою үшін мен жаза салайын. Telegram каналға тіркеліңіздер деп. Адамға бұйрық райда жазылса, адам кішкене өтетін болады да. Мысалға Телеграмға өтесіздер, содан кейін Телеграмнан сілтеме аласыз. Өзіңіздің канал ашып қойсаңыз Телеграмнан. Мен қазір мысалы Казкөлік. Казкөлік емес. Менде бұл Телеграм жоқ екен. Интернет трафиктің. Сілтемесін саған көрсете кетейін. Сілтемесін алу үшін канал ашасыздар. Негізі жүргізген дұрыс бұл жерде. Телеграмды. Мессенджерлер қазір алға шығып кеткен каналдар. Так, нет. Мына жерді басқанда сіздің ссылкаңыз мынау. Осыны копировать етіп аласыздар. Копи линк. Мышқын оң жағын басасыздар, копировать етесіздер. Осы жерге қоя саласыздар сосын. Арасын ашып қойсаңыз жақсы болады. Содан кейін 100-ге жеткен кезде опубликовать деген басасыз. Содан кейін бұл жерде тағы бір өте маңызды нәрсе YouTube'та. Бұна жерге 3 значок береді қазір. Экранның бетіне шығарып қоюға. Сосын мына жерде свой значок деген бар. Свой значокты бассаңыз, сіздер міне компьютерге, мысалға, кім фотошопты жақсы біледі, или жаңағыдай тағы не бар, фото өңдейтін бір программалар болса, сол жерден әдемілеп фото қойсаңыздар, осы жерге свой значокты басасыздар, соны міне нетіп қоясыздар, өзіңіздің YouTube'та көрініп тұратын значогыңыз болып қоясыз. Жұрттарға, мысалға, YouTube каналдың бір жақсысы адамдарға показ көрсетеді. Кім не нәрсемен қызығып жатыр, сол нәрседегі темаларды, мысалға, сіздің видеоңызды көп адамға кішкене өздері көрсетеді. Ең бастысы, сіз YouTube'ға алсаңыздар, YouTube'ға регулярно дейді ғой, бір постоянно видео салып отыруыңыз керек. Аптасына өлдім дегенде 2 видео салып отырсаңыздар, 30 немесе 50 видеоға жеткен кезде уже сіздің каналыңыз дамай бастайды. Оған дейін ешқандай сіз 1-2 видео салып алып, мен каналым дамымай жатыр деген ол ақымақтық болады. Сондықтан видеоны көбірек салған сайын сіздің YouTube сізді ойлайды, мынау жақсы жұмыс жасап отырған кісі екен дейді да, сіздің видеоларыңызды көп адамға көрсете бастайды. Сол кезде сіздің жаңа бетіне қойып қойған картинкаңыз жақсы, тартымды болса, көп адам көреді. Көп адам көрген сайын сіздің каналыңыз дамый бастайды. Көп адам көріп, лайк басып, комментарий жазатын болса, одан сайын көп адамға көрсете береді. Миллиондаған, 2 миллион, 10 миллион адамдарға уже показ көрсетіп бастайды. Сізде уже 10 миллион адам көрсетсе, міндетті түрде бір 100 мың, 200 мың просмотрға жете бастайсыздар. Сондықтан, егер YouTube-пен айналысатын болсаңыздар, тек қана контент дейді ғой, контент тауып отыруыңыз керек, және соны міндетті түрде аптасына 3-6 күн или немесе 1-6 күн арасын үзбей
өзіңіздің көрермендеріңізді жоғалтып алмай арасында бір 3 күн сайын салып отырсаңыз негізі жақсы. 3-4 күн сайын. 3-6 күндер. Көбіне сол 6 күндері жақсы қаралып бастайды YouTube демалыс кездерде. Сондықтан осындай ақыл кеңестерді істей отырыңыздар. Мына жерлерге Instagram каналда жазып қоюға болады. Міне, мысалға маған мынандай сурет қойып қойды. Өздері таңдай салады осы жерде 3 сурет. Егер өзіңіздің суретіңіз қойғыңыз келсе, осы жақтан жаңағындай істеп алып қоясыздар. Мен осылай пока опубликовать дей салайын. Басасыздар, соны болды, мінекей YouTube'ға кетті. Мынау сіздің сілтемеңіз, кез келген адамға копировать етіп аласыз да Telegram арқылы жібере саласыз кез келген жерге. Жақсы, қош сау болыңыздар. Міндетті түрде сізге ұнаған болса лайк және комментарий жаза отырыңыздар. Менің каналым ары қарай даму үшін сізден көмек. Жақсы, қош сау болыңыздар.